Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін 5-ші айына өте тез дайын болатын коржик печенье рецептімен бөлісеміз. Бұл өте жұмсақ болып шығады. Дәмі бала кездегі коржикті еске түсіреді. Құрамы өте қарапайым, кез келген үйден табылатын заттардан жасалады. Алдымен жылы айранға ас содасын қосамыз. Әбден көпіріп, реакцияға түскенше араластырамыз. Үстіне сұйық май мен қант қосып, әбден ерігенше араластыру керек. Оның үстіне қопсытқыш пен ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, каналымызға тіркеліп, басқа да рецепттерді көрсеңіздер болады. Қамырды тындырып қоюдың қажеті жоқ, бірден жасай беруге болады. Орташа қалыңдықта жайып, қалаған формаңызда кесесіз. Үстіне айран жағып, 200 градуста 15 минут пісіреміз. Міне достар, дайын болды. Дәмі керемет, әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.